Балаларыңызға дәл осындай эмоция сыйлайтын жаңа ойын кітап. Балалар мен жасөспірімдердің арасында қазір үлкен форматтағы, ішінде детальды әрі ұсақ, қанық түсті иллюстрациялары көп ойын түріндегі Вимельбух кітаптары өте танымал. Сонау 60-шы жылдардан басталған бұндай кітаптардың әр беті бос жер мүлде қалмастан максималды әр түрлі заттардың суреттеріне толы. Ойынның мақсаты да сол. Баланың шапшаңдығы мен зейінін дамытатын бұл ойын арқылы қиялын, шығармашылығын және сөздік қорын арттыруға болады. Осындай өте қызықты, керемет кітап алғаш рет қазақ тілінде жарық көрді. Кітабал компаниясынан шыққан қатты қаптамадағы түрлі ойындарға толы осы кітапты 2 жастан бастап алуды ұсынамын. Бұл кітап арқылы түрлі ойындар құрастыруға болады. Атап айтатын болсақ, заттарды көрсету, аттарын атау, іс-әрекетін, түр әлпетін сипаттау, мекені мен мезгілін анықтау, белгілі бір затты табу, көлемімен танысу, санау, ұқсас заттарды түсіне, формасына, орналасқан жеріне, әртүрлі сипаттарына қарай топтау, қиялға ерік беріп, ертегі хикая құрастыру. Бұл кітаптың әрқайсысы 1 метрге ашылатын 5 түрлі тақырыбы бар. Ауыл, қала, теңіз, хайуанаттар бағы және түс әлемі. Мыңға жуық затты іздеп табуға арналған тапсырмалардың жауабы сонында берілген. Қатты қаптамасы баланың кішкентай саусақтарына өте ыңғайлы. Осындай керемет бір кітап арқылы сіз түстерді де, сандарды да, жануарлар мен құстарды да, алғашқы сөздерді назар салып, зейінін тұрақты қолдануды, шапшаңдықты үйрете аласыз. Меңзеу ишарасын қолданып, кітапты ұзақ ақтаруының өзі балалар үшін өте пайдалы. Түсінігі қалыптасқан оқу білетін балалар үшін тіпті таптырмас кітап.